Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз мынау Жамбыл облысының орталығы Тараз қаласындамыз. Мына прокуратураға келіп тұрық. Жамбыл облысының прокуратурасында. Мына жерде Жамбыл деген азамат, біздер білесіздер, осы 2024 жылы осында Гүлжан деген қарындасымыздың шағымдануымен осында сенім деген несие, кооператив, банкі деген жұрттардың сеніміне кіріп, үйлерін саттырған, қаржылай ақшаға алған деп бізге шағымданғаннан кейін біз сол іске араласқан болатынбыз. Бүгінгі күні мына Жамбыл мырза да сол сенім кооперативі Төлеген Әбдір деген соның басшысы болған. Қаншама адамның осындай үйлерін сіріп, бұлардың сенімдеріне кіріп, үйлерін сатқызып, әрекет жасап, бүгінгі күні Төлеген Әбдір деген қамақта. 2020 жылдан бері біз қателеспесек осындай әрекеттермен айналысып келген. Ешқандай арыз жазылған бұрында, бірақ оған ешқандай бір тергеу амалдары жүріп, нәтиже шықпаған. Біздің араласқанымыздан кейін құзырлы орган мынау назарына алып, Астана бас қала дейді, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі, президент аппаратына жолдап, қаншама халықтың жанайқайын жіберген, содан арман қарап іс жүріп, бүгінгі күні Төлеген Әбдір қамауда. Ал енді Төлеген Әбдірге алданған Жамбыл мырза, өзіңіз таныстыра кетіңіз. Тараз қаласының тұрғыны болдым. Менің аты-жөнім Сұлтанбек Жамбыл Иманбекұлы. 2024 жыл сәуір айында корпорация сенім арқылы үйін сатқанбыз болатын, 9 миллионға бағалап. Келісімшарт бойынша маусымның 5-іне беру керек болатын. Одан ол кісі бермеді, қашып жүрді. Сонымен қарашада айында ұсталып қамаққа алынды. Сол сұраймын, қылмыстық іспен қарап отыр, соны сотқа. Қаңтарда шығар. Қаңтар айында 2025 жылы. 2025. Сол айтардың. Сіздер қалай алдандыңыздар? Мен үйімді жарнамаға қойғам, бірінші кезетке. Содан менеджерлер хабарласты. Сенім кооперативінің менеджерлер. Одан Төлеген Әбдір деген өзі төрағасы келді. Осындай. 2 айда қойып берем, через нотариус, өзім нотариусым бар деді. Соны апарып жасап, 2 айда ақшаңды қайтап берем деді. Үйді 9 миллионға бағаладық. 2 комнатты үй. 2 комнатты үй, 5-ші жылдан. Мен сатып, шешем бар, әйелім бала шағам бар, төмен түсейін деп, үстінде қосымша ақша қосып, 2-ші жылдан үй алайын деген. Төмендеу. Соның 5-ші күні телефонда болды, одан кейін жоқ болды. Одан кейін сіздің арқылы Гүлжан деген апай сізді шақырып, арқасында бәріміз жәбірленушілердің бәрі жиналып, арыз жазып, қамауға алынды. Қазір таңда ол кісі қамауда отыр. Бүгінгі күні сіздің қоятын талабыңыз қандай? Мен талабым қоятын қылмыстық іс қозғалған тоқтатуын, мәселені тоқтатуын сұранамын. Сіздің бұл кісінің Жамбыл мырзаны айтып отқаны, бүгінгі күні Жамбыл мырзаны жәбірленуші деп таныған қылмыстық істе? Иә, жәбірленуші таныған. Бірақ сіздің үйіңізді жаңағы құйтырқы іс әрекетпен Төлеген Әбдір басқа біреуге сатып үлгерген ғой? Иә. Енді сол адам сізді выселениеге беріп тұр. Иә. Ал енді сол сізді тергеу амалдары жәбірленуші деп танығанның нәтижесін күтейік дейсіз ғой? Күтейік аға, нәтижесін күтейік. Талап орынды. Мынау біз Жамбыл облысының облыстық прокуратурасына келіп тұр. Қазір мына жерде прокуратураға да кіріп, осы арыз шағымдарды айтып, мәлімет ретінде береміз. Құрметті мынау қазақ елі, бұндай әрекеттер көбейіп кетті. Мынау интернет алаяқтары бар, және де осындай күдік келтіретін банкілер бар, сенімгерліктер бар. Абайлаңыздар, қаншама адам, міне айтып отыр, міне 20 жылдан бері мен қарап арыз жазылған адамдар бар, сіздердің қатарларыңызда. Көп, өте көп. Бар, ал енді қосылып отыр. оған дейін ешқандай құзырлы органдар қаралмаған. Бұндай жалғыз Қазақстанда бірінші рет емес, бұндай тәжірибелер көптеп кездесіп жатады. Бұл енді жанайқайың жеткізбесең, күлшелі баланың күлшесіне қызғама, арман қарап істің жүрмейтіннің өзі бір адамға күмән тудырады. Облыстық прокуратураға кіріп, мән-жай жеткізіп, содан кейін біздің байланыс телефонымыз, мынау қазір Түркістан қаласының біраз, осы Қазақстанның біраз белсенділері келіп тұр. Мынау Сыздықов Зәкір деген осындай жағадай десіп қол ұшын берейік деп, сонау Түркістаннан келді. Мынау Абзал Або деген YouTube канал, мынау Аида деген қарындасымыз келіп отыр. Осындай халық қиналып жатыр дегенсін қол ұшын берейін деп. Енді құзырлы органдар заң аясында істі қарайды деген ойдамыз, дұрыс па? Рахмет. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожаның Әлғожа. Біздің байланыс телефонымыз 8 705 969 90 69.
Құрметті қазақ елі, бүгін мінекей мына сенім компаниясында үлкен жаңалық, кезекті үй алу процесі болып отыр. Бүгін 18 қаңтар 2022 жылы осы мінекей қазір осы нотариустен шығып Саржанова Гүлсім ханым бізге заявка берген болатын осы 2 бөлме алуға. Мінекей қазір өзінің пәтерін алып осы нотариустен рәсімдеп шығып отырмыз. Заңсыз әрекеттерге тап болып жатсаңыздар, құзырлы органдардан осындай істер тоқтап жатса, заңсыз әрекеттер хабарласыңыздар, ақпаратқа шығарып көмек береміз сіздерге. 101 404 04 05